Сәлеметсіздер ме? Мен Алматы облысы Көксу ауданы Балпықби ауылы Медеубай Құрманов атындағы номер 2 орта мектептің биология пән мұғалімі Ерболат Назым боламын. Жалпы бүгін тақырыпты өтпес бұрын өткен тақырыпқа көз жүгіртіп есімізге түсіріп алайық бинго әдісі арқылы. Бірінші номер. Сұрақ. Ағзаның ішкі ортасы қандай сұйықтықтан тұрады? 3 секундтай уақыт берейін. Есімізге түсірейік. Енді тексеріп көрейік. Қан, лимфа, ұлпа. Келесі сұрақ. 15 номер. Қоршаған ортаның өзгеруіне қарамастан өз тұрақтылығын сақтайтын қасиет. Тексеріп көрейік. Гомеостаз. Келесі сұрақ. 4 номер. Ағзада қанша литр қан бар? Тексерейік. 5 литр. Келесі 16 номер. Жасуша аралық сұйықтықты кері қанға қайтарады. Лимфа қызметі. Келесі сұрақ. 2 номер. Қанның басты қызметі. Есімізге түсірейік. Тексеріп көрейік. Зат тасымалдау. Жақсы, есімізге түсірдік деп ойлаймын. Енді жалпы біздің бүгінгі тақырыбымыз бастайық. Тақырыбымыз қан құрамы мен қызметі. Яғни 8 сынып, Мақсаты қан құрамы мен қызметін сипаттау, бағалау критерийі қанның құрамын анықтайды, қанның қызметін сипаттайды, қанның құрамы мен қызметінің маңызын түсіндіреді. Жалпы енді қан ағзадағы 6-8 денедегі массаның 6-8% құрайды екен. Ол сұйықтықтан, яғни плазмадан 100% есептеген кезде 55% плазмадан және 45% қан жасушаларынан тұрады екен. Қан жасушалары 3-ке бөлінеді. Эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер деп бөлінеді. Енді осыған байланысты Білім Лендтағы видеороликқа назар аударайық. Қан жасушалар деп аталатын эритроциттер қан жасушаларының көптеген топтарын құрайды. Олардың негізгі қызметі оттегі мен көмір қышқыл газын тасымалдау. Адамдар мен басқа сүтқоректілер ағзасындағы эритроциттер құрамында ядро жоқ, ал ішкі бөлігі оттегімен байланысатын нәруыз гемоглобинмен толтырылған. Адамның бір эритроцитінде орташа алғанда 260 миллион гемоглобин болады. Базофилді гранулоциттер қан тамырлар ішіндегі қанның ұюын алдын алатын зат гепаринді бөліп шығарады. Базофилді гранулоциттер созылмалы қабынулар мен вирусты инфекциялар кезінде белсенді болады. Эозонофилді гранулоциттер паразитті құрттарды жоятын зат бөліп шығарады. Нейтрофилді гранулоциттер инфекциясы бар аймақтарда қозғалып жүріп, бактерияларды өлтіреді. Олардың қызметінің нәтижесі ірің деп аталатын бөлінділер. Лимфоциттер белгілі бір патогенге қарсы таңдамалы бағытталған бейімделген иммундық жүйеге қатысады. Олар патогенді ұсақ ағзалармен күресетін антидене өндіреді. Моноциттер фагоцитозға қабілетті ірі жасушалар. Олар плазмалық емес жасушаларды жоюда, сонымен қатар интерферон өндіру арқылы вирустармен күресуде маңызды орын алады. Қан пластинкалары бұл қанның ұюына жауап беретін ядросыз жасушалар. Жақсы, видео сабақ пен бейне материалмен біз таныстық. Енді
Біз қанның қызметі туралы тоқталып өтейік. Қанның қызметінің өзі үшке бөлінеді. Тасымалдау қызметі, яғни бұл жерде оттекті өкпеден қан жасушаларына, ұлпа жасушаларына, ал көмір қышқыл газын өкпеге қарай тасымалдайды екен жасушалардан. Және де жасушалардағы зиянды заттарды шығарып тастайды екен осы тасымалдау қызметі арқылы. Және де бауыр және бұлшық еттегі жылуды тері және өкпеге тасымалдап өткізіп отырады екен. Және де қорғаныштық қызмет келесі. Бұл адамның жалпы ағзадағы қажеті жоқ зиянды заттардан немесе ауру туғызатын микроағзалардан қорғайды екен. Дене температурасының тұрақтылығын сақтап отырады екен. Үшінші гуморальдық, яғни ішкі секреция бездерінен бөлінген заттарды тасымалдайды екен. Енді қан плазмасының құрамына келейік. Жалпы қан плазмасының құрамы білінбей тұрып өте күрделі болып келеді. Плазма 90% судан тұрады екен. Бұл тұздар, глюкоза, амин қышқылдары, басқа да кейбір гормондар, осы барлығы осы суда ериді екен. Суда еріп, осы су плазмадағы су арқылы тасымалданып отырады екен. Протеиндар, судан, глюкоза және де клеткалық заттар, бейорганикалық, органикалық заттар осы қанның плазмасында болады. Және де қан плазмасының негізгі қызметі ағзадағы заттардың тасымалы мен жылуды реттейді екен. Енді плазма наруздарына тоқталып өтейік, және ол бейнематериалда айтылып өтті, бірақ қысқаша түрде айтайық. Альбуминдер, глобулиндер, фибриногендер деп үшке бөлінеді екен. Яғни альбумин бізде су мөлшерін реттеп отырады, глобулин ол антидене өзі айтып тұрғандай организмдегі бактериялардан қорғайды, және де фибриноген ол қанның ұюына қатысады. Енді қан жасушалары. Ең бірінші эритроциттер. Эритроциттер қанның ең ірі жасушасы болып келеді екен. Және де 1 мм куб қанда 4,5-5 миллион қан осы эритроциттер болады екен. Олар қызыл түсті болып келеді. Және екі жағынан иілген диск тәрізді болып пішіні сондай болып келеді екен. Эритроциттер 60% судан, 40% тығыз заттан тұрады. Яғни оған не жатады? Гемоглобин және эритроциттің клетка заты. Яғни 95% гемоглобиннен тұрады. Гемоглобиннің құрамында темір болады және белок болады. Егер адам ағзасындағы темір, белоктар азайып кететін болса, онда қан аздыққа апарады, яғни анемия ауруына шалдығады. Яғни анемия ауруына шалдықпас үшін тамақтанатын құнарлы тамақтармен, яғни темірі бар сондай өнімдермен B12 дәрумендерін пайдалану керек екен. Яғни бұл біз эритроциттер туралы айттық. Енді лейкоциттерге тоқталып өтейік. Лейкоциттер бұл қанның ақ жасушалары. Лейкоцитте ядро болады. Және де қан ағзасы бұл қан ағысымен ғана емес, сонымен қатар жалған аяқтары арқылы да қозғалады екен бұл жасуша. Яғни амеба тәрізді болып келеді екен. Лейкоциттердің өзі бөлінеді түйіршікті, моноцит және лимфоцит деп бөлінеді екен. Лимфоцит Т лимфоцит және В лимфоцит деп екіге бөлінеді. Оның әрқайсының өзінің қызметі бар. Т лимфоцит дегеніміз бұл антидене жасайды да. Ал В лимфоцит болса, зақымданған жасушаларды, яғни вируспен зақымданған жасушаларды жояды екен. Енді түйіршікті келетін болсақ, олар нейтрофилдер, эозонофилдер және базофилдер деп үшке бөлінеді. Нейтрофилдер дегеніміз ол микроағзаларды ұстайды, жояды, ал эозонофилдер дегеніміз ағзадағы түскен бөгде протеиндерге қарсы қорғаныстық қызмет атқарады екен. Ал базофилдерге келетін болсақ,
базофилдерге келетін болсақ, бұл жерде иммундық реакцияларды тудыратын, тудыруға қатысатын белсенді зат глицерин дегенді осы базофилдер құрайды екен, түзеді екен. Осы лейкоциттер және де лейкоциттің ең басты қызметі иммунитетті көтереді екен. Иммундық мүше осы жерде қызмет атқарады. Жақсы, енді лейкоциттер туралы айтылды. Бұлардың құрылысы, тіршілік ету қызметі және де қанда 1 мм куб қанда бұларда 6-8 мыңдай лейкоцит болады екен. Яғни микробтардан қорғайды, жұқпалы аурулар, аурулар адам ағзасында пайда болған кезде лейкоциттердің саны сол кезде өте көп болып көбейіп кетеді екен. Жақсы, енді тромбоциттер. Тромбоциттер ол қанның ұю үдерісіне қатысады. Ядросы жоқ, ұсақ қан пластинкалар болып келеді. 1 мм куб қандағы мөлшері 180-400 мың және 8-11 тәулік тіршілік етеді екен. Яғни бұл тромбоциттердің ең маңыздысы бұл көк бауырда немесе тромб түзілген кезде тромбоциттер жойылып кетеді екен. Тромбо дегеніміз ол ерімейтін нәруыз, яғни фибриннің жабысып қалған жіпшелерінен түзіледі екен. Осы тромбо еритін нәруыз фибриногенге айналады. Жалпы қанның ұю үдерісі өте күрделі, осы тромбоциттерге байланысты болады екен. Және де осы тромбоцитке байланысты бізде ауру бар, гемофилия деген ауру бар. Ол сирек кездесетін, қан ұйымайтын, тұқым қуалайтын аурудың түрі екен. Яғни осы тақырыпта біз екі аурудың түрімен таныстық: анемия және гемофилия. Анемия дегеніміз қан аздық кезде, гемофилия дегеніміз қан ұйымайтын, тұқым қуалайтын ауру екенін білдік. Жақсы, енді қорыта келе тапсырмаларға назар аударайық. Яғни дұрыс немесе бұрыс қазір оқып шығамыз. Өздерін белгілеп отырыңдар. Ең бірінші, дұрыс па, бұрыс емес па? Қан адам денесінің тұрақты температурасын сақтауға қатысады дейді. Ойланыңдар. Белгілеп отырыңдар, қазір қатесін түзейміз. Екінші, қан организмдегі қажетсіз заттарды, несеп зарын, несеп қышқылын, креатин, тағы басқа заттарды зар шығару мүшелеріне тасымалдайды дейді. Енді келесі, қанда гормондар, биологиялық белсенді заттар болмайды. Қан тамырлар бойымен ағып, оттекті жасушаларға тасып, көмір қышқыл газын тыныс алу мүшелеріне жеткізеді дейді. Белгілеп алайық. Енді қатемен жұмыс жасайық. Тексеру. Бірінші дейді, қан адам денесінің тұрақты температурасын сақтауға қатысады, яғни дұрыс. Қан организмдегі қажетсіз заттарды зар шығару мүшелеріне тасымалдайды. Дұрыс. Қанда гормондар, биологиялық белсенді заттар болмайды. Яғни бұл бұрыс емес деген сөз. Қан тамырлар бойымен ағып, оттекті жасушаларға тасып, көмір қышқыл газын тыныс алу мүшелеріне жеткізеді. Дұрыс дейді. Жақсы, келесі тапсырма биологиялық диктант. Адам ағзасында әрбір мүшені, дененің әрбір жасушасын бірімен бірі өзара байланыстырады. Ойланамыз. Жазып отырайық. Оттегін ұлпаларға жеткізіп, көмір қышқыл газынан тазартады. Үшінші, келесі, ас қорыту мүшелерінен ұлпаларға жеткізеді. Және де ағзаның
қандай өнімдерін бүйрекке және тағы басқа мүшелерге тасымалдайды? Келесі, дене көп нүктенің орнында тұрақтылығын сақтайды. Келесі сөйлем, ағзаны зиянды нелерден қорғайды. Енді тексеріп көрейік. Жазып үлгердіңдер деп ойлаймын. Жауаптарыңды тексеріп көріңдер, иә? Адам ағзасында қан әрбір мүшені, дененің әрбір жасушасын бірімен бірі өзара байланыстырады. Екінші, оттегін өкпеден ұлпаларға жеткізіп, көмірқышқыл газынан тазартады. Үшінші, қорек заттарды ас қорыту мүшелерінен ұлпаларға жеткізеді. Келесі, ағзаның соңғы қажетсіз өнімдерін бүйрекке және тағы басқа мүшелерге тасымалдайды. Дене температурасының тұрақтылығын сақтайды, яғни бұл қанға байланысты. Қан ағзаны зиянды микробтардан қорғайды. Дұрыс бұрыстығын өздерін тексеріп өтіңдер. Осымен сабағымыз тәмам. Келесі сабаққа тапсырма, Дарын онлайнға кіресіңдер, осы сілтемені жіберемін. Осы сілтеме арқылы Дарын онлайндағы видеоны қарап, және де тесттан өтесіңдер. Жақсы, сау болыңдар. Осымен сабақ аяқталды.